Кәне шал, таңғы асымызды ішейік, шай қайнады. Келдік. Не істейін, звондайын ба? Иә, звондай бер. Ой, біреу звондап жатыр. Алло? Алло, апа, біз келіп тұрмыз. Есікті ашыңызшы. Ой, жандарым, қазір. Ой, қалайсыңдар? Кіріңдер қане. Қалайсыз, әже? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Жақсымыз, шүкір. Сіздерге қонаққа келгенбіз ғой. Қызым просто жаз бойы сіздердің үйлеріңізде болады. Сол үшін бізде құр кетпей, сіздің үйіңізде кішкене бір-екі күн ғана бола тұрайық дедік. Иә, қалада жұмыстарың бар ғой, Жансаяны өзіміз бағамыз. Қане, шай ішіп жатқанбыз, как раз шай ішіңдер. Мен жаным отыр, Жансая. Иә, шай ішіп болдық. Енді сіздер әңгімелесем десеңіздер әңгімелесіңіздер. Мен қазір Жансаяның заттарын орнына қояйын. Әкел сумкаңды. Жансаяның заттарын орнына қояйын. Мәссаған, Гүлзира хабарласып жатыр ғой. Алло, Гүлзира, қалайсың? Сәлем, өзің қалайсың? Мен де жақсы. Жақсы, бізде бәрі. Сендерде қандай жаңалықтар бар? Бізде жаңалықтар жоқ, өздерінде қандай жаңалықтар бар? Бізде жаңалық дегенде біз жаңа ғана енемнің үйіне келдік. Енді Жансаяны жаз бойы осы ата-әжесінің үйінде болады ғой. Негізі менің бұл жерге келгім келген жоқ. Күйеуімнің және де Жансаяның қалауымен келіп тұрмын. Негізінде осы ауылда қалай тұрады вообще түсінбеймін бар ғой. Осы қалаға тез-тез кеткім келіп тұр уже. Иә, саған келісемін. Мен де шай ішіп болдым. Тағы кім шай ішіп болды? Мен болдым, атасымен бірге телевизор көрейікші. Жарайды, жүр. Ал сендер мамасы мен баласы болып әңгімелесе тұрыңдар. Ата, сізді қатты сағындым. Мен де сені сағындым, жаным мен. Ата, менің ертең арбаны менің туған күнім екенін ұмытып кеткен жоқсыз ба? Жоға, қалай ұмытам, жаным? Ол кезде жақсылап тұрып тойлаймыз ғой туған күніңді. Жарайды, ата, мен мамама барып көмектесейін. Иә, есімде. Мамам сөйлесіп жатқан сияқты ғой. Иә, осы ауылда вообще тұрғым келген жоқ. Жансая бәле болды уже басыма. Мен жайлы айтып жатыр ма? Өскен сайын қиындап барады. Қанша тырыссам да оның туған анасы сияқты бола алмаймын. Қандай туған ана? Бұл ана менің туған анам емес сияқты ғой. Бәсе, неге маған қатал екен десем? Сенің есіңде жоқ па не? Оны туғаннан кейін туған анасы қайтыс болып кетті ғой. Кішкентай бір жас кезінде әкесі және мен екеуміз үйлендік. Содан бері анасы деп ойлап жүр. Қолым бос емес болып қалды ма? Жарайды, кейін сөйлесеміз ғой. Ой, заттарды орнына қояйын. Мәссаған, шындықты енді біліп тұрмын. Менің інімді көбірек жақсы көреді, себебі оның туған баласы екен. Мен одан да бұны ата-әжемнен сұрап білейін. Сіздер точно ертең арғы менің туған күнім екенін ұмытып кеткен жоқсыздар ма? Жоға, қызым, қалай ұмытамыз? Жоқ, ұмытқан жоқпыз, қызым. Жарайды, көреміз ғой. Уже кеш болып кетті ғой. Иә, кеш болып кетіпті. Сендерге төсек салып берейін, сосын ұйықтайық бәріміз. Уже біз ауыл болғаннан кейін ертерек ұйықтаймыз ғой. Сөйтесіздер ма? Жарайды, онда қызым, өкінішке орай ертең арғы күні сен туған күніңді тойлай алмаймыз, себебі біз ертең кетіп қаламыз ғой. Сол үшін кешір, жаным, сені телефон арқылы құттықтаймын ғой, сет ұстаса. Жарайды, анашым, ештеңке мүлдем ренжімеймін ғой. Жарайды, онда төсек салайық. Қызым, сені құттықтай алмаймын ертең арғы күнгі туған күніңмен, сол үшін кешірші, қызым, жарай ма? Жарайды, кешің кетпейді, келесі жолы құттықтайсыздар ғой.
Қане тұрайық, қане тұрыңдар. Мыналар түске шейін ұйықтай береді ау деймін. Иә, бұлар қаланыкі ғой, сол үшін үйреніп қалған ғой сағат 9-10-дарға шейін ұйықтай. Мейлі. Жата тұрсың кішкене, біз одан шейін жуынып шайынып шайымыз іше берейік. Қызым тұра ма екен? Білмеймін, тұратын шығар. Гүлім, қане тұра қойшы, қане жаным. Апа. Қане жүр, шай ішеміз. Сенің ата-анаң ұйықтап жатыр ғой, ма бастары ұқсап. Тұра ғой. Бұл жолы шайды мына жерге ішеміз. Солай жақсы ыңғайлы сияқты ғой. Жарайды әже. Қане іше ғой қызым, саған арнап тыққан-пыққаным бәрін шығардым. Даже тортқа шейін. Рахмет әже. Аналар что-то томырады ғой. Барып өзім көріп келейінші. Өлі, мына балбастар әлі жатыр ғой, дей тұрсаңдаршы. Сендер бүгін кететін адамдарға ұқсамайсыңдар ғой. Қане тұрыңдар. Сен осы мамаң ұнамайды бар ғой. Тез кетсек екен тегі. Енді не болды, бүгін кетеміз ғой. Тұр енді сенде, қазір мама тағы да ұрсып шығады. Не тұрайық балақай. Жаным, тез кетейікші бұл жерден. Шыдай алмайсың ба? Жоқ, шыдай алмаймын. Бүгін қазір шай ішпей тез кете берейікші. Жарайды. Апа, біз шай ішпей қазір тез кете береміз. Мейлі, өздерің білесіңдер ғой онда. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңдар жандарым. Сау болыңыз, мама. Сау бол, қызым. Точа. Жарайды, мама, сау болыңыз. Папа тоже сау болыңыз. Жарайды, сау болыңыздар. Біз кеттік. Давай, доча. Ертеңгі туған күні мен, мысалы, если что, телефонын звондаймын дедім ғой, иә? Жарайды, сау бол, доча. Сау бол, қызым. Сау болыңыздар. Қой, мен аналарды шығарып салып келейін. Кел, жаным, отыр, шай ішейік. Жарайды, сау болыңыз, мама. Иә. Если что, шай бойы қызым сізде болады, іске аманат. Енді біз жұмыста боламыз, жаз бойы деген сияқты. Сол үшін сізге тастап кетеміз. Мейлі, я түсінем ғой, жарайды. Обязательно қараймын қыздарыңа, жақсылап тұрып. Иә, ана жұмысқа сенеміз ғой. Жақсы, ана жұмыс сау болыңыз, аман болыңыз. Жақсы, олым, сау бол. Келінім, сен де сау бол. Сау болыңыздар. Апа, да сізден бір нәрсе сұрайын деп едім. Сұрай бер, күнім. Айта ғой. Осы менің анам туған анам ба? Қызым, сен оны қайдан естідің? Қайдан естісем де естідім ғой, айтыңыздаршы, шын ба бұл? Айтатын уақыт келген сияқты. Иә. Білуің керек уже. Сенің анаң өте жақсы адам еді. Бірақ анаң сені туғаннан кейін қайтыс болып кетті. Сен 1 жасқа толғанда әкең жаңа әйелге үйленді, яғни осы әйелге үйленді. Шаш түстері ұқсағанмен, бірақ оның шашы боялған, саған арнайы ұқсатып бояған. Мәссаған, мен енді естіп тұрмын бұны. Жанболат та ол сен туған анаң емес. Иә, білемін. Сол үшін мына келін жақтырмайтын себебім осы да. Ол да мені жақтырмайды, шыны керек. Байқадым. Мен анамның суреттерін көргім келеді. Сізде суреттері бар ма? Иә, бар. Қазір болуы керек. Міне сенің анаңның суреттері. Мәссаған. Анам сондай әдемі болыпты, және маған қатты ұқсайды екен. Иә, сенен айнымай қалғансың. Жарайды, әже, рахмет суреттеріңізге. Бір рет болсын, анамды бірінші рет көріп тұрмын. Анам өте жақсы адам болған сияқты ғой. Иә, анаңды сол үшін біз жақсы көреміз. Мен өзімнің сенің өгей мамаңды ұнатпайтын себебім осы ғой. Түсінікті.